Қайырлы күн, құрметті дәстүрлі аудандық тамыз саммитіне келіп отырған қатысушылар, құрметті қадірменді қонақтар, аса сыйлы ардагер ұстаздарымыз. Баршаңызды 2024-2025 жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға табыс, шығармашылық пен табыс тілеймін, зор денсаулық және барлық жаңа бастамаларыңыз сәтті болсын деген тілек білдіргім келеді. Мектебіміздің ұжымы жаңа оқу жылын ерекше аса қуанышты жағдай бойынша бастағалы жатыр. Өздеріңізге белгілі, биыл мектебіміздің 3 жылдық тәжірибесі жинақталып, облыстық үздік білім беру ұйымдарының конкурсына қатысып, нәтижесі үздік білім беру ұйымдарының қатарына ендік. Ол әрине ерекше ұжымның ерекше еңбегі және үлкен жауапкершілік. Мектебімізде педагогтардың сапалы кадр құрамы үнемі артуда. Қазіргі таңда педагог зерттеушілер мен педагог сарапшылардың үлесі 41% болса, бұйыртса осы күндері педагогтардың аттестаттауы сәтімен аяқталса, тағы да 11%-ға өсет деп отырмыз, 52% боламыз деп отырмыз бұйыртса. Сонымен қатар мектебіміздің педагогтардың еңбегін атап отқанда, педагогтардың аты жөндерінде атауды жөн көреміз. Олар Қорғанбаева Жанаржа Салаповна, бастауыш сынып пәнінің мұғалімі, Ыбырай Алтынсарин атындағы медалінің иегері. Умарова Адема Кажыбаевна, Ақтөбе облысының үздік педагогы және соның медалінің иегері. Ахметтану авторлық бағдарламасының шығарушысы, сол бағдарламасының заңды құқықтық иегері және де қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен облыстық республикалық жүлдегерлердің жетекшісі. Утемисова Улбия Сартенгалиевна, облыстық алтын тұғыр олимпиадасының жеңімпазы және 2023-24 оқу жылының қорытындылары бойынша мектепшілік үздік педагог 2024 атағына ие болды. Аралтаева Лия Амангелдиевна 2023-24 оқу жылының қорытындылары бойынша өзінің ерекше сапалы ерен еңбегі сапалы жұмысын нәтижесінде мектепшілік үздік сынып жетекші 2024 атағына ие болды. Мектепте 5 әдістемелік бірлестік жұмыс жасайды. Ол әдістемелік бірлестіктердің рейтингісі бойынша бастауыш сынып әдістемелік бірлестігі 2023-24 оқу жылының қорытындылары бойынша үздік әдістемелік бірлестік атағын жеңіп алды және бірлестіктің жетекшісі Шукаева Ырскүл Елесиновна. Калиева Карлаш Рахимовна, оқу ағарту министрінің орта білім беру ісінің үздігі дипломының иегері, облыстық олимпиадаларының жеңімпаздарының жетекшісі. Мусина Мейрамгүл Ерхан қызы, жас маман, республикалық дарынды балаларға талант ұстаз грамотасының иегері. Нұрлыбай Жандос Нұрлыбайұлы, республикалық педидеялар фестивалінің алғыс хат иегері, Қобда ТВ арнаның қалаушысы, мектепте телестудияның жетекшісі. Аятхан Жырғау Аятханұлы,
тарих пәнінің мұғалімі, Қазақстан тарихы пәнінен облыстық деңгейдегі жеңімпаздардың жетекшісі. Даулетярова Сауле Біржановна Зерде оқушылар ғылыми қоғамының республикалық деңгейдегі жоба қорғауында жүлдегердің жетекшісі. Хаджиева Милана Султанқызы жас маман, Ақтөбе облысының халық ассамблеясының тұрақты мүшесі. Сонымен қатар мектебіміз өткен оқу жылында тірек мектеп статусын алғаннан кейін онлайн сабақтарды 3 магниттік мектепке берді, сабақтарын берді. Ағылшын тілі және жаратылыстану математикалық цикл пәндері бойынша жап-жаңа сіздердің алдыңызда бұл мұғалімдер марапатталды. Туканова Жанна Манарбековна, Шабаева Асима Манкуловна, Ирбулатова Жадра Жақсылыковна, Мұрзагалиева Нұрия Мажитовна, Дүйсенбай Райымбек Аманжолович. Жалпы оқу жылы бойынша ұжым мүшелері педагогтар облыстық 72 педагогикалық олимпиадасына қатысып жүлдегер атанды. Мектепте lesson study сабақ зерттеу үрдісі орын алуда. Осы бағытта 18 мұғалім, яғни ұжымның 3-тен 1 бөлігі нәтиже көрсетіп жұмыс жасауда тек қана мектепте емес, аудандық, облыстық деңгейде семинарлар мен конференцияларға қатысып тәжірибесін алмастырып келеді. Және де бір ерекше жағдай, қазіргі таңда мектеп ұжымы біліктілік арттыру курсынан 100% өтіп отыр. Әрине, мектептің негізгі көрсеткіші ол білім сапасы. Жылдан жылға мектепте үздіктер мен екпінділер саны тұрақты өсуде. Сонымен қатар жылда мектеп түлектері алтын белгі және үздік аттестаттармен мектепті аяқтайды. Сонымен қатар білім алушылардың сырттай бағалауы өте маңызды шарттардың біреуі, көрсеткіштердің біреуі. 4-9 сынып оқушыларымыз білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторингке қатысып, мода деп атаймыз, қатысып, нәтижесі бойынша орташа балы көрсеткен біздің оқушыларымыз республикалық, облыстық көрсеткіштен жоғары болып шықты. Осы жұмыстың нәтижесіне ерекше үнемі аталмай қалады, мүмкін марапатталмай қалады. Бірақта күні-түні жұмыс жасап жатқан ол мектеп басшысының орынбасарлары. Еңбек осы жаңағы әріптестеріміздің. Сондықтан оларды да атау жөнде отырмын. Тулешева Айгүл Қайырзамановна, Қарымсақова Нұргүл Мұратовна, Кубдабаев Әсет Тлеушевич, Утениязова Айымгүл Аманиязовна мектеп ұжымын басқарып, жақсы нәтижеге жеткізіп отыр. Сонымен қатар енді мектептің материалдық техникалық базасы да үнемі дамуда. Өткен оқу жылында мектеп күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Қазақстан халқына қорының білім беру саласын тұрақты дамыту қорының қайырымдылық жобасына біздің мектеп еніп, толығымен материалдық техникалық базасы жаңартып, қамтамасыз етілді. Барлық пән кабинеттері, солармен қатар шеберханалар, арт-студия, телестудия, STEM зертханалары, ерекше жұмыс жасауға, оқушыларға
сапалы білім алуға толық мектебімізде мүмкіндік бар. Осы күрделі жөндеу және фураның жобасына біздің мектепті енгізу өз жаңағы үлесін қосып, еңбек етіп, ықпал жасаған, осында қатысып отқан Нұрлыбай Өзбекович Айжариковқа ұжым атынан ерекше алғысымызды білдіреміз. Енді мектеп жетістіктерін мен әлі де атап отырсам, сіздердің алтын уақыттарыңызды алып отырамын. Сондықтан сөзімді аяқтағым келеді. Дана ақынымыз және педагогымыз Мағжан Жұмабаев қазақтың тағдыры келешекте ел болуында мектебінің қандай негізінде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға, қазақ жанына үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады.